Ежелгі грек-рим философиясының кезеңдері. Бірінші кезең – Сократқа дейінгі немесе иониялық кезең. Ежелгі грек ойының натурфилософиялық кезеңі негізінен табиғатты зерттеуге және оның түсінуге арналды. Бұл кезеңдегі натурфилософтар табиғаттан оның бастауын немесе архе іздеді. Дүние атомдардан тұрады деген идеяны атомистік мектептің өкілдері, атап айтқанда Левкип пен оның шәкірті абдералық Демокрит жасаған. Олардың ілімі бойынша тек атомдар және бостық бар. Левкип атомизм мектебінің негізін салушы болды. Ол Абдера қаласында тұрған болуы мүмкін. Оның шәкірті Демокрит те осында тұрған. Левкиптің өмірі туралы өте аз мәлімет бар. Ол ауызша сабақ берген болуы мүмкін. Ол басқа философтармен бір мезгілде дүние көптеген элементтерден туралы деген пікірді алға тартты. Атомдар ең кішкентай бөлінбейтін және бір текті заттар немесе бөлшектер. Олардың белгілі бір пішіні, формасы бар. Бостық шексіз болғандықтан атомдар саны да шексіз. Сондай-ақ атомдардың формалар саны да шексіз. Атомдар ғаламдағы барлық нәрсенің бастауы. Заттар мен процестердің барлық қасиеттері атомдардың қасиеттеріне байланысты. Атомдардың өлшемі ең кішіден үлкенге дейін және пішіні дөңгелек, ұзынша, қисық, ілгектері бар және тағы басқа әр түрлі болады. Алайда атомистік мектептің ең көрнекті өкілі Демокрит болды. Оның үлкен еңбегі мынандай ойларды дамытқанында жатыр. Біріншісі Левкиптің атомдар туралы ілімінің дамуы, екіншісі изономия ілімінің дамуы, және үшіншісі жер және оны қоршаған кеңістік немесе космос туралы ілімінің дамуы. Бірінші идеясы. Демокрит дүниені материяның шексіз бөлінетінін жоққа шығара отырып, бос кеңістіктегі атомдар жүйесі ретінде сипаттады. Ол атомдардың формаларын идеялар деп атады. Идея грек тілінде эйдос, сыртқы көрініс, материалистік категория ретінде алған. Демокрит теориясы бойынша атомдар бос кеңістікте, Демокрит айтқандай ұлы бостық, кездейсоқ қозғалады. Олар үнемі бір-бірімен соқтығысып тұрады. Соқтығыс нәтижесінде атомдар бір-біріне жабысады немесе бір-бірінен алыстатады. Алынған қосылыстар бір-біріне жабысып, күрделі денелерді құрайды. Сонымен денелер атомдардың қосындысы болып табылады. Қозғалыстың өзі атомдардың табиғи қасиеті. Екінші идея изономия идеясы. Изономия принципі грек тілінен барлығының табиғи заң алдындағы теңдігі деп аударылады. Бұл дегеніміз, егер қандай да бір құбылыс мүмкін болса және табиғат заңдарына қайшы келмесе, онда ол шексіз уақыт пен кеңістік шеңберінде болуы мүмкін немесе бұрыннан болған. Басқаша айтқанда, шексіздікте мүмкін болмыс пен шындық арасында ешқандай кедергілер жоқ. Үшінші идеясы ұлы бостық кеңістікте шексіз. Атомдық қозғалыстардың бастапқы хаосында құйынды пайда болады. Атомдардың құйындысы орталық пен периферияны тудырады. Осы жерден дүниенің ортасында космос қалыптасады, ал оның ішінде ең ауыр атомдардың тұратын жер пайда болды. Космостың сыртқы бетінде қорғаныс шекарасы қалыптасады. Демокриттің айтуынша, бұл шекара космосты қоршап тұрған ұлы бостықтан бөледі. Осылайша атомистер Элиад мектебінің өкілдері ештеңе қозғалмайды және қозғалыс жоқ, және Гераклиттің динамикалық философиясы бәрі ағады, бәрі өзгереді, арасындағы қайшылықты жойды. Яғни атомистер философиясында ұлы бостықтың өзі қозғалыссыз, ал оның ішіндегі атомдар үздіксіз қозғалыста болады деп есептеген.